Мақпал Жүнісова Астанадан сапардан келе салып, гәкку даусына асықты. Жанды дауста ән айтуды әдетке айналдырған Мақпал үнді әнші үшін көп дайындық та қажет емес. Енді жанды дауыс деген бізге енді ол таңсық нәрсе емес. Құдайға шүкір, сол айтып келе жатырмыз. 6 жасымыздан бастап жанды дауыспен, иә. Әнші ән қоржындағы көпшілік сүйіп тыңдайтын ғашық жүрек әнін фестивальге келе алмаған басқа қаладағы көрермендеріне арнап сәлем жолдады. Алқынғандай, талпынғандай боласың, шарқырғандай бүкіл қазақ даласын көкірегіме сыймай кетіп барасың, ғашық жүрек қайда апарып соғасың. Сәні мен әні жарасқан халық артисі 40 мың көрермен алдында көрінбей қалмас үшін мына бір көйлекті таңдапты. Әнші сән қуған былай тұрсын, өзімізге жарасымдысын таңдауымыз қажет дейді. Мен костюмдердің бәрін өзім таңдаймын, өзім тіктіремін. Енді көбіне мына көйлек мысалы дайын көйлек шетелден сатып алғанмын. Ал көбінесе Айгүл Касымова, Аида Кауменова, Берік Исмаилов сияқты сосын Оксида тіккіздіреміз.